алып кеттік достар. Тұрғын үй займы ол банктың ең мықты займы деп ойлаймын. Өйткені бұл займ сізге, егерде барлық банктың шарттарын орындайтын болсақ, ең мықты 5%-ді ипотеканы сіздерге береді. Енді оның шарттарына тоқталып өтетін болсақ, бірінші сіз депозит ашасыз. Бірінші депозитті ашқаннан кейін оған міндетті түрде жинақтай бастайсыз. Жинау мерзімі кем дегенде 3 жыл болу керек. 3 жылдан соң, егерде 3 жылдың ішінде сіз алатын үйіңіздің 50%-ін жинақтайтын болсаңыз, онда сіз міндетті түрде 5%-ді ипотекаға ие боласыз. Және де ең бір күшті жері бұл займның, ол сіз 5%-мен рәсімдеген кезде сіз табыс көзіңізді растамай өтесіз. Күшті емес па, достар? Басыңызда мыңдаған кредит болсын, басыңызда 5-6 бала шағаңыз болсын, барлығына да қарамайды. Текке сіз кредитный историяңыз жақсы болса, болды. 5%-бен табыс көзін растамай алып кете аласыз. Ал келесі видеомда аралық займ туралы біліп кетесіздер. Қараңыздар, ұмытпаңыздар. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Және де тұрғын үй займы бойынша тағы да бір шарт бар. Ол сіздің бағалау көрсеткішіңіз 16-ға толу керек. Егерде сіздің бағалау көрсеткішіңіз 16-ға толса, онда 5%-бен ипотеканы рәсімдей аласыз.